Курсктегі шабуылға байланысты Ресей ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымынан көмек сұрайма. Ресейлік депутат жауап беріпті, және Қазақстанның бұл шабуылға қатысты ұстанымын айтайық. Азаттық радиосына берген сұхбатында Ресей мемлекеттік думасының депутаты Константин Затулин жоқ деп нақты көзқарасын білдірген. Басылым Затулиннің бұл сұраққа шамданып жауап бергеніне акцент қойған. Себебі депутат кімді шақырмақсыз, қазақтарды ма, әлде армяндарды ма? Ақылға қонбайтын сұрақ қоясыз деп аушыланған. Айта кетейік, ұйымға Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан елдері мүше, ал Армения биыл мүшелігін тоқтататынын мәлімдеген. Ұйым келісімде елдер аумақтық тұтастығына қауіп төнгенде бір-біріне көмектесуге тиіс екені жазылған. Ал таяуда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Курсктегі жағдайға қатысты Қазақстанның ұстанымын айтқан. Тенгриньюске берген сұхбатында дипломат Қазақстан барлық елдің аумақтық тұтастығы қағидатын ұстанып келетінін айтқан, және қақтығысты бейбіт жолмен шешуді қолдаймыз деген. Украинаның Ресейге шабуылы туралы барлық видеолар мен мән-жайы әшкере